Ас содасы кішкене күнімізден қорабы мен түр сипаты өзгермейтін ас содасын 18 ғасырдың соңында француз химигі Леблан ойлап тапқан. Содан бері бұл өнім көптеген қолданысқа жарап келеді. Бүгінде ас содасын химиялық, жеңіл, тоқыма, медициналық өнеркәсіпте, тіпті металлургияда пайдаланады. Ас содасы талай жылдан бері ас үйі мен үй шаруасында белсенді қолданады. Үй шаруасында ас содасы көбіне аспаздықта және дәрі-дәрмек ретінде қолданады. Ас үйде сода түрлі бәліштер пісіру үшін қопсытқыш орнына жүреді. Сонымен қатар сусындар дайындау үшін, еттің дәмін шығарып, тез дайындау үшін және де ыдыс-аяқ жуу үшін пайдаланады. Алайда екінің бірі оның косметикалық құрал ретінде қасиеті бар екенін біле бермейді. Ол сырт келбетімізге қандай күтім жасай алады? Видеоны соңына дейін көріңіз. Үй жағдайында ас содасы не істей алатынын көріңіз. Бірақ оларды қолдану үшін өз шамаңызды біліңіз. Міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз деп ескертуде мамандар. Баршаңызға сәлем. Достар, сіздермен дертке шипа арнасы. Біздің арнада 96% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, біздің еңбегімізді бағалап, қазақша арнаны қолдап, арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша түймесін баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Ас содасы сіз білмейтін бірнеше мысалдар келтірейін. Біріншісі, пилинг. Әдетте жуынуға қолданатын гель немесе көпіршіктеріңізге бір шым-шым сода қосып, алақаныңызды араластырыңыз. Көпірткіш бетке асықпай жағып шығыңыз. Бірнеше минут бетіңізді уқалап, салқындау сумен жуып тастаңыз. Бұл жұмсақ скраб бетті ұсақ тесіктерді ашып, өлі жасушалардан тазартып, теріні нәзік әрі қалыпты етеді. Екіншісі, безеу бөртуден тазарту. Жылы сода ертіндісімен жуынып, беттегі бөртуді емдеуге болады. Ертіндіні теріні құрғатып, ісіну мен қозуды басады. Үшіншісі, теріні емдеуге арналған маска. 2 ас қасық ұнды, бидай ұны не қарақұм ұны жарайды. 1 шай қасық содамен араластырыңыз. Қоспа араласып біткенше жылы су қосып отырыңыз. Масканы таза бетке жағып, 10-15 минуттан кейін жылы суға суланған мақтамен сүртіп тастаңыз. Бұл әдісті аптасына 1 рет жасап тұрған жөн. Төртіншісі, шашты тазарту. Бізге сода қажет. Лак маскалардың қалдықтарынан жақсы тазартады. Өзіңіздің сусабыныңызды 1/4 бөлігін содамен араластырып, шашыңызды әдеттегідей жуыңыз. Шашыңыз жақсарып, жылтырай түседі. Бесіншісі, тісті ағарту. Тіс жуу барысында пастаның үстіне бір шым-шым сода сеуіп, тазалауға кірісіңіз. Бұл скраб тістің емалын бұзбай тазартады. Алтыншысы, қызыл еттің ісінін басады. Қызыл еттің ісінін басу үшін ас содасын пастаға айналатындай етіп аздаған сумен араластырыңыз. Сосын саусақ пен қоспаны қызыл еттің бойына жағып уқалаңыз. Жетіншісі, иісті жою. Ауыз қуысындағы бактериялардан қышқылдар туындап, тістің емалын бұзады. Ол өз алдында ауыздағы жағымсыз иістің пайда болуына әсер етеді. Бұл қышқылдарды жою үшін күніне бірнеше рет сода ертіндісімен шайып тұру керек. Оны дайындау үшін 1 стақан жылы суды 1 шай қасық содамен араластырыңыз. Бұл ертінді сода сондай-ақ аяқ және қолтықтағы иісті де жоюға көмектеседі. Сегізіншісі, ісінуді басады. Сода ағзадағы артық суды шығарады. Көздегі ісіну басу үшін 1 стақан су мен 1 шай қасық соданы араластырып, ертінді жасаңыз. Мақта дискілерін сулап, сығып, 10-15 минутқа көзге қойып шатыңыз. Тоғызыншысы, демалу. Содамен ванна қабылдауға болмайды деп кім айтты? 2 ас қасық сода, 2 ас қасық тұз бен бірнеше тамшы эфир майын араластырып банкіде сақтаңыз. Ванна қабылдайтын кезде 1 ас қасық қосып отырыңыз. Бұл әдісті жүйкені тыныштандырып, теріні жұмсақ, нәзік етуге көмектеседі. Айтпақшы, тұз бен ванна қабылдау жарты сағаттан аспау керектігін ұмытпаңыз. Алайда ас содасын пайдаланғанда оның әкелер мол пайдасы мен зияны да бар екенін ұмытпаған жөн. Ұнтақ түрінде содас сұйық түрінде қарағанда сілті қасиеті көп. Ұзақ уақыт
терімен байланыста болса, тері тітіркенуі мүмкін. Ал құрғақ сода көзге тисе немесе иіскеген болсаңыз күйіп кетеді. Сондықтан ұнтақ түрінде ұзақ уақыт жұмыс істейтін болсаңыз, респиратор пайдаланған жөн. Ал егер көзге түскен болса, бірден мұқият жуыңыз. Видео ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша түймесін баса кетіңіз. Ас содасын сіз қандай мақсаттарда қолданасыз? Комментарияға өз ойыңызды жаза кетіңіз. Келесі видеоларда көріскенше, ауырмаңыздар.